Так, категорияны таңдайық. Екінші модульді таңдайық. 40 сұраққа жауап береміз. Көрдіңіз бе? 40 сұрақ 40 минут дейді. Яғни Иә. әрбір сұраққа 1 минут. Бірақ кейбір сұрақтарға біз 1 минут отырмаймыз ғой. Сондықтан біз негізі 10 минутта да жауап бере салсақ болады. Ал кеттік. Сізге тұраққа тұруға рұқсат ететін жерлерді көрсетіңіз. Тұраққа, яғни стоянка. Егер стоянка деп сұрап тұрса, онда мына көлік қана жол бұзып тұр. Өйткені белгі тұр ғой. Белгі тұрғаннан кейін тұруға болмайды. Яғни мынау рұқсат беріп, мынаған бола береді. Мынаған да бола береді. Себебі мына белгі жолдың қай жағында тұр, сол жаққа ғана әсер етеді. Сондықтан және бұл знак қай жерде тұр, сол жерден басталады күші. Сондықтан 1, 2 және 4 ереже бұзған жоқ деп айтамыз. 1, 2 және 4. Осы жағдайда жүргізушілердің қайсысы ереже бұзуда? Есіңізде ғой, реверсивті жолақ. Реверсивті жолақпен жүруге болады, егер мына жердегі жасыл стрелка жанып тұрса. Егер светофор өшіп қалса, онда кетіп қалу керек, жолақтан шығып кету керек. Қайтып кірмеу керек. Пока мынау жанбайынша кірмеу керек. Енді мынау шығып бара жатыр, мынау кіріп бара жатыр. Қайсы ереже бұзып жатыр дейді. Әрине мынау. Дұрыс қой, жүк көлігі. Жүк көлік жүргізушісі дейді. Неге бұзған түсінбедім. Кейін қараймыз. Реверсивті жолақ. Қарама Қарсы. бағыттағы автокөлік сол жақтағы шет. Менің мына реверсивті жолақ туралы YouTube каналында не бар жазған. Соны қарап көріңіз. Қай жылғы? Әр жылдар ма? Жоқ, ол бір рет жазам ғой. Оны сізге ссылкасын жіберем. WhatsApp-қа көріп аласыз. Так, қарай. Қарама қарсы бағыттағы көлік сол жақтағы шетті жүру жолағына шығып жүріп өткеннен кейін сізге мотоциклді басып озуға рұқсат етеді. Енді қысқаша айтқанда, мына мотоцикл ортаңғы жолақпен келе жатыр. Бұл ортаңғы жолақ екі жаққа да тиесілі, бұл озу үшін ғана пайдаланады. Яғни мотоцикл мына көлікті озу үшін пайдаланып келе жатыр. Енді бізге қойып тұрған сұрақ: қарама қарсы бағытқа шығып мотоциклді озуға бола ма дейді. Болмайды, болмайды. Егер жолымыз жолақты болса, онда ортаңғы жолақты ғана пайдалануға болады. Мына шеткі үшінші жолақты пайдалануға болмайды. Біз деген осы оқу барысында ең басында мен айтып кеткем. Қарама қарсы бағытқа қай кезде шығуға болады? Егер ол екінші жолақ болса болды, шығуға болады. Егер ол үшінші жолақ болса, одан арғы болса болмайды. Сондықтан не деп айтамыз? Тыйым салынады. Мотоциклді озуға тыйым салынады. Сізге оң жақ жиекті пайдаланып кері бұрылдың орындауға рұқсат ете ме? Яғни мына топырақ жолдан айлануға бола ма дейді. Бола береді тар жолдарда. Бірақ біз деген екі жақтағы машинаны жіберсек болды. Рұқсат етті тәуліктің белгі еш әсер етпей ма? Мына белгінің әсері жоқ па? Мынаң ба? Ешқандай әсері жоқ. 150-300 метрден кейін аңдар жүгіріп өту мүмкін дейді. Кері бұрылымызға әсер етпейді, әрине. Ал мынаның жауабы не болды сонымен? Сізге оң жақ жиек пайдаланып кері бұруды орындауға рұқсат етіле ме? Так, рұқсат етіледі, егер жолдың ені жеткіліксіз болса дейді. Жеткіліксіз болса шет жақтан болады дейді. Так, рұқсат етіледі, егер жол жөнекей және қарама қарсы көлікте жол берсеңіз дейді. Ол да дұрыс. Яғни 3 пен 4 дұрыс. 3 және 4 жауаптары таңдаймыз. Тұрғын аймақтан бір мезгілде шыққан кезде біз мысалы шығып жатырмыз, біздің машинамыз мына. Біз солға қарай бұрылып жатырмыз. Мына машина дәл солай парковкадан шығып жатыр. Сіз не істейсіз дейді. Біз жол береміз мынаған. Себебі біз солға бұрылған кезде ол біздің оң жағымызда болып қалады. Есіңізде ме? Оң жақтан кедергіге жол береміз ба? Яғни ол былай қарай кетіп жатыр. Біз мына жерден былай кетіп жатырмыз. Яғни біздің оң жағымызда кедергі, біз тоқтап тұруымыз керек мына жерге. Яғни біз жол беруіміз керек. Жеңіл көлікке жол бересіз дейді жауабы.
Мақұл, подтвердить. Елді мекеннен тыс жерде сізге көрсетілген қай жерге тоқтауға болады? Елді мекеннен тыс, яғни қаланың сыртында. Қаланың сыртында дұрыс тоқтаған ол мына көлік, үшінші көлік. Өйткені ол топырақта тұр, жолдан шығып кетіп тұр. Мынанікі дұрыс емес, өйткені асфальттың үстінде тұр. Мынау деген қарама қарсы бағытқа шығып кетті. Болмайды. Яғни дұрыс тоқтап тұрған үшінші көлік. Мынаның қарама қарсы бағытқа шығып кеткенін қалай білеміз? Мына жол арқылы білеміз, иә? Мынау екі торапты жол ма? Қандай еді? Мына жолды танымай өлетін болдым ғой. Сіз любой жол. Ешқандай белгі жоқ болса, ол екі бағыттағы жол. Егер ол жерде бадырайтып тұрып белгі қойып қойса, бірақ бағыттағы да, онда ғана ол бірақ бағытта болады. Мына картинкада сіз көріп тұрсыз ба, что бір бағыттағы жол деген? Жоқ. Яғни жол екі бағыттағы жол. А, Ортадағы жол. ол мына бағытта басын былай қарап тоқтау керек пе еді? Иә, айланып келіп тоқтау. Енді түсіндім. Есімде қалады. Егер сіз лекциялардың бәрін тыңдасаңыз, тоқтау және тұру деген тақырыпта осының бәрі нақты мен айтып кеткенмін. Енді мына қараңыз, мына жерде белгі тұр, көріп тұрсыз ғой. Енді осы жерде болады, мына бірақ бағыттағы жол екен. Сіз сағатына 40 км жылдамдықпен жүрсеңіз, сізге қай жолақпен жүру керек дейді. Егер біздің жылдамдығымыз 40-тан аспайтын болса, онда бірінші жолақпен ғана жүріп отыруымыз керек. Не қылатын болса? Егер біздің жылдамдығымыз 40-тан аспайтын болса, сіз мүмкін мопедпен келе жатырсыз, велосипедпен, мүмкін трактормен келе жатырсыз. Сіз қай жақпен жүруіңіз керек? Оң жақ шеткі жолақпен. Оң жақ жолақ дейді. Осы жағдайда оңға бұрыларда сіз не істейсіз дейді. Мынау не үшін тұр? Қосымша жолақ. Яғни біз мына жаққа ауысып кетуіміз керек та, тежегішті басуымыз керек, Сонда не дейді? Жылдамдықты өзгертпестен тежеу жолағына өтесіз, яғни тормозды баспай мына жаққа өтеміз, содан кейін барып тормозды басамыз. Көрдіңіз ба? Бұл белгінің міндеті сол. Қатты келатып, осы негізгі жолақта тормоз басуға болмайды. Мына жаққа кетіп қалу керек та, содан кейін басу керек. Мұндай жағдайда артқа жүруге бола ма? Бұл бір бағыттағы жол, артқа жүруге болады. Ең басты мына жерде адам жүретін пешеход болмаса болады. Және аялдама болмау керек. Аялдама болса да болмайды. Ары қарай, қай траекториялармен сізге кері бұрылыс жасауға рұқсат етеді дейді. Қарайық, мына жерде үзілмеген сызық болмайды ғой? Болмайды. Мына жол өтпесінде, адам өтпесінде болмайды? Болмайды. Мына жақта да үзілмеген, яғни ешқайсында болмайды. Бәріне тыйым салынады дейді. Мына белгі еңіс дейді, еңіске қарай түсу дейді. Кішкене картинканы дұрыс жасамаған, бола берсін енді, кішкене. Жарайды, солай ақ болсын. Енді не дейді? Осы жағдайда сізге басып озуға рұқсат ете ме дейді. Ана жақта тұйық сызық бар ғой. Мына жерде үзілген сызық, сондықтан бола береді. Рұқсат етіледі. Өйткені, жаңа картинка дұрыс емес деп жатқан. Егер біз төбеден түсіп келе жатсақ, бізді қарама қарсы машина көрінеді. Өйткені біз төбеден қараған оңай ғой. Біз төбеден көреміз. Яғни мына белгі айтып тұр. 150-300 метрден кейін дейді да, еңіс дейді. Яғни біз еңіске қарай түсіп келе жатқан кезде, тем более мына жақта біз үзілген сызық, біз оза берсек болады мына машинаны. Осы жағдайда жүк көлігі жүргізуші басып озуға рұқсат етіле ме? Мына көлікке бола ма дейді. Дәл қазір болмайды. Себебі мына көлік ортасында көріп тұрсыз ғой, Біз мына жақта келе жатырмыз ба? Автопойыздың артында? Жоқ, біз мынаумыз. Жүк көлік жүргізуші дейді. Соған айтып тұр сұрақ. Иә. Жүк көлік жүргізуші мына көлікті озуға бола ма дейді. Болмайды. Не үшін болмайды? Өйткені мына көлік озайын деп жатқан. Поворотын жағып қойды. Ниеті бар оның озатын. Яғни ол тракторды озайын деп жатыр уже. Значит, бұл кішкене күте тұру керек, мына озып кеткеннен кейін барып озу керек. Солай ғой, тыйым салу.
сізге көрсетілген жерге тоқтауға рұқсат па дейді. Егер былай логиканы қоссақ, мына машина кедергі ұстап тұр. Сегізінші біздің тарау бар жол жүру ережесінде. Оңға немесе солға бұрылған кезде біз деген қарама қарсы бағытқа шықпауымыз керек деген. Мысалы үшін мына көлік мынаның кесірінен не істейді? Былай қарай кетеді. Яғни ол қарама қарсы бағытқа шығып кетеді, мынаумен соғылады. Солай емес пе? Сондықтан ал тұрған дұрыс па мына жерге? Дұрыс емес. Мына жерден бастап анау жерге дейін 30 метрге дейін тоқтауға болмайды. Яғни мына машина ары қарай барып тоқтау керек 30 метр. Түсінесіз ғой, иә? Яғни мына машина 30 метр асып барып тоқтаса, онда мына көлік мына жерден абайлап бұрылып өз жолағымен ары қарай айланып өтіп кететін еді. Дәл қазір мына бұрышқа тақалып тұрғаннан кейін бұл амал жоқ, былай жүреді. Ол ережені бұзады. Ереже бұзғандан бұл мынаған соғылады да. Өйткені бұл мынаның арқасынан мынаны көрмеуі мүмкін. Иә? Сондықтан осылай қоюға болмайды деп жауап береміз. тыйым салынат. Қайсысы дұрыс тоқтады қаланың сыртында? Әрине мына машина ғана дұрыс тоқтады. Бөлгіш жолаққа тоқтауға болмайды, иә? Егер сынып қалса ғана болады, а так болмайды. Ана машинеге назар аудармаймыз, иә? Ол белгіленбеген ғой, иә? Ол жүріп бара жатқан машина, иә. Екіге болады. Иә. Осы жағдайда қозғалысы ережесі қарама қарсы жүріп келе жатқан көлікке жол бересіз ба? Егер біз тауға қарай кетіп бара жатсақ, жол бермейміз, иә? Жол бермейміз, иә? Жоқ деп жауап береміз. Өйткені өрге кетіп бара жатқан көліктің басымдылығы бар. Сіз жеңіл көлікпен елді мекеннен тыс жол белдігі бойындағы белгілерден өткеннен кейін қандай жылдамдықпен жүруге тиіссіз? Елді мекеннен тыс дейді. Яғни біз қаладан шығып кеттік. Мына жолақпен келе жатырмыз. Біздің төбемізде мынандай екі белгі тұр. Яғни біз немен жүруіміз керек дейді бұл жерде. Ең төменгі жылдамдық 50-мен жүруіміз керек. Бірақ ең жоғарғы жылдамдық қандай болу керек? Мынандай жолдарда 100. Яғни 50 мен 100-дің ортасында жүруіміз керек. Мінекей. Сағатына 50 кем емес, бірақ сағатына 100-ден артық емес дейді. Түсінікті ғой, иә? Осы жағдайда тракторды озып кетуге бола ма? Мына белгіні айтып тұр. 150-300 метрден кейін жол қиылысы бар. Ол жол қиылысы тең дәрежелі. Тең дәрежелі жолдарда озуға болмайды. Бірақ әлі 150-300 метр бар. Не істейміз? Озып кетеміз, егер сол жол қиылысына дейін үлгеріп кетсек. Келесі жақын қалған қиылысқа дейін басып озған жағдайда рұқсат етіледі, иә? Иә, үлгеріп кетсек, иә, үлгерсек. Әрине үлгеріп кетеміз, трактордан бұрын қатты жүреміз ғой. Егер біз бұрын қиылысына дейін үлгерсек, онда болады екен. Осы жағдайда сізге солға бұрылу үшін қай жолақпен қозғалуға рұқсат береді дейді. Мына белгіні қарасақ, бір бағыттағы жол бітті дейді. Ол бірақ қай жерде бітеді? Ол мына жерде бітеді. Иә. Яғни бұл жерге дейін ол әлі бір бағыттағы жол деген сөз. Біз солға бұрылған кезде 9-шы тарау тек мынадан ғана бұрылуымыз керек. Мынадан бұрылуға болмайды. Бұдан тік жүреміз, немесе оңға жүреміз. Сондықтан жауап қандай болады? Шеткі сол жолақтан деп жауап береміз. Шеткі сол жолақ. Мынау қолын шығарып тұр. Не үшін қолын шығарып тұр? Қозғалысты бастауға деген ниеті. Яғни оның повороты жанбайды. Повороты қолмен көрсетіп тұр, қолын шығарып тұр. Дұрыс айтасыз. Қозғалысты бастауға деген ниеттеніп тұр, ол. Бұны жаттап алдық қой енді. Ниеті жақсы екен, ниеті. Ары қарай кеттік. Сізге қай траекториямен солға бұрылуға рұқсат етеді? Қалай ойлайсыз? Қай траектория дұрыс? Екінші шығар. Дұрыс айтасыз. Жаңа ғана айтқам 8-ші тарауда. Оңға, солға бұрылғанда ең бастысы қарама қарсы бағытқа кіріп кетпеу. Яғни, мынау бір деген қарама қарсы ғой, сондықтан біз екісін таңдаймыз. 90 метр дейді, қауіпті жерге дейін. Өйткені бұрылыстың бәрі қауіпті жер. Бұл жерде не дейді? Қай жерден кері айлануға болады дейді. Кері айлану үшін көрінбейтін жер 100 метрден артық болу керек. 100 метрден артық. Мына жерде енді анық айтып тұр, 90 метр.
яғни бірден жауап береміз, тыйым салынады деп. мысалы. Так, мына екі көлік бір кезде бұрылып жатыр. Негізі былай істеуге болмайды енді. Былай істеуге болмайды. Бірақ осылай істеп жатыр. Кім кімге жол береді? Кімнің оң жағында кедергі, сол жол береді. Кімнің оң жағында кедергі? Сары, Сарының оң жағында кедергі. яғни сары көлік жол береді екен. Так, мына жерде дәл қараңыз. Екі машина бір уақытта кереленіп жатыр. Қай машина бірінші бұрылады дейді. Бір мезгілде қайсысы басымдылыққа ие дейді. Бұл жерде кімде кедергі оң жағында? Мына Авто мына машинаның кедергісі бар, оң жағында. жеңіл автокөлікке оң жақтан кедергі не қылады, сонда жүк автомобилі Бірінші. бірінші жүреді. Яғни ол бірінші жүреді. Жүк көлік жүргізушісі дейді. Осыны жаттап алмай пәлен бар ма? Мынау қиын сияқты. Ал. Мына енді қарайық, мынаның төбесінде қызыл жанып тұр, мына екеуінің төбесінде жасыл жанып тұр. Яғни осы екеуіне жүруге болады, мотоцикл мен автобусқа жүруге болады. Қайсына берген ата қойған ғой. Дұрыс қой. Мына КамАЗға болмайды, өйткені қызыл жанып тұр. КамАЗдың Иә, төбесі. иә. Мына екеуінің Ал жақсы. Жақсы. көрсетілген жерге сізге тұраққа тұруға бола ма? Қаланың ішінде бір бағытты жол болса, екі жаққа да тұра беруге болады. Иә. Иә, иә. Осы жағдайда сізге қандай бағыттарда қозғалысқа жалғастыруға рұқсат? Так, мына адам деген тікесінен тұр. Яғни осындай жағдайда біз тура жүрсек болады, және оңға жүрсек болады. Бірақ мына жолаққа қарайтын болсақ, тура жоқ. Яғни біз қайда жүреміз? Тек оңға жүреміз. Солай ғой, иә? Мынау ше, мынау ше. Мына белгі ше. Біз мына бірінші полосамен келе жатырмыз, көріп тұрсыз ғой, иә? Мына не мынаған тиісті ма? Мына жолақтан тек оңға жүру керек, тура жүруге болмайды. Мына полицияның сигналы тура және оңға деп тұр. Екі жаққа да жүрсең болады. Яғни біз мына полосадан жүрсек, тура жүріп кетсек болады. Мына полосадан тура жүре алмаймыз, оңға жүреміз, өйткені знак айтып тұр. Бұл жолақтан тек оңға кету керек дейді. Сонымен жауап тек оңға. Екі. Бағдаршамның дөңгелек сары жыпылдағаны сигнал нені білдіреді? Егер ол үнемі сары жыпылдақтап тұрса, ол яғни қауіпті жер деген сөз. Абай болыңыз. Мүмкін адамдар болуы мүмкін, машина болуы мүмкін деген сөз. Жүруге тыйым салады, егер ол қосылар алдында тікелей жасыл. Бұл жерде кішкене жауабын, мына жерде кішкене толықтау керек еді сұрақты. Ол деген жасылдан кейін сары. Бағдаршамның дөңгелек сары жыпылдаған сигналы. Сары деген егер жыпылдақтап тұрса, сары. Яғни ол бұл жол қиылысы немесе адам өтетін жер реттелмеген деп атайды. Егер ол жыпылдаған деген сұрақ дұрыс емес. Егер ол сары жанып тұрса, жанып тұрып біраздан кейін өшсе, ол жасылдан кейін сары жануы мүмкін, немесе қызылдан кейін сары жануы. Біз білмейміз ғой. Сонда мына жерде айтып тұр. Тыйым салынады, егер ол жасылдан кейін жанып тұрса дейді. Яғни жасылдан кейін сары жанса, яғни 3 секундтан кейін қызыл жанады деген сөз ғой. Сондықтан мынаны қоямыз. Үшінші жауап. Мынаны негізі өзгерту керек, жаңағы жыпылдаған деген сөзді алып тастау керек. Жарайды, ары қарай кеттік. Біз темір жолға тақалып қалдық. Ат арбаны озуға бола ма дейді. Әрине болмайды. Болмайды, иә? Өйткені слишком жақын қалып қойдық қой. Темір жолға метр қалғанда озуға болмайды негізі. Иә. Жеңіл көлік мынаған жол бере ма дейді. Әрине жол береді. Өйткені бұл қосымша жолақ. Негізгі жолаққа шыққан кезде жол беру керек. Жүк көлігіне жол береді. Көрсетілген қай жерде сізге аялдауға рұқсат етіледі дейді. Қараңыз, біз қаланың ішінде, мынау қаланың ішінде, мына екі машина қаланың сыртында. Яғни мына көлік дұрыс тоқтап тұр. Мына көлік те дұрыс тоқтап тұр. Мынау дұрыс тоқтап тұрған жоқ, иә? Қаланың сыртында сол жаққа тоқтауға болмайды. Сондықтан 2 мен 3 рұқсат етеді екен, иә? Мынау бағытын қарама-қарсы қылып қойып па, былай қарап тұрса бола ма? Егер ол айланып кеп тұрса болады. Ол айланбай бүйтіп тоқтай салып болмайды. Ол не үшін екен? Менің толық сабағым бар. Тоқтау және тұру. Не себепті? Қаланың ішінде мына жерге тоқтай беруге болады. Қаланың сыртында болмайды. Неге? Оны мен дәлелдеп тұрып айтып беремін сабағымда. Ол үшін ол сабақта, ол тақырыпқа қатысу керек. Сондықтан
негізі екі және үш теорияға қатысу керек, және үш. білу керек деп айтатын себебім бәрі сол. Ол не только осы билеттерді шешу үшін емес қой, ертең біз жолда, рульда отырғанда да бекерден бекер айыппұл төлеп жүреміз да. Айыппұл төлеумен құтылсақ жақсы ғой, егер апатқа түсіп қалсақ не боламыз деген сұрақ бар. Сондықтан соны білгеніміз жақсы. Яғни бұл жерде жауап болады 2 және 3. Дұрыс қой. Иә. Ары қарай кеттік. Осы жағдайда жол қозғалыс ережесі бойынша сізге басу озуға рұқсат ете ме дейді. Мен қайдамын, мына жерде ма? Мынау ғой. Мына жерде жапырақ көрініп тұрған жерде Негізі, төменде. негізі мынау екі жолақ бар, бұл жерде озу деген түсініктеме болса да, егер бір қарама қарсы бағытқа шықпасақ рұқсат береді. Ең бастысы мына жаққа мына машина шығып кетпей тұрып та мына жолаққа. Мыналардың жолағына шығып кетпесе бола береді. Жауап 2. 2 деп қоямыз. Есте сақтап қойыңыз. Қарама қарсы бағытқа шықпай оза беруге болады. Егер мына жерде 2 емес, бірақ жолақ болса, онда болмайды. Егер бірақ жолақ болса біздің бағытта, онда біз қарама қарсы бағытқа шығып кетеміз. Түсініп аласыз ғой, иә? Мына жерде екі жолақ болғаннан кейін біз қарама қарсы бағытқа шықпаймыз. Негізі мына жерде мына сұрақты алып тастаса болатын еді. Рұқсат етеді дегенді қойса болатын еді. Бірақ бүйтіп жазып қойыпты. Жарайды, осыны қояйық. Так, енді осы жағдайда қай траекториямен кері айлануға болады дейді. Вообще біз кері айлану үшін ең шеткі сол жақ жолақтан жасауымыз керек. Мына картинкада қарайтын болсақ, мына жер үзілмеген сызық, оны басуға болмайды. Мына жерден кері айлануға болмайды. Яғни екеуі де болмайды. Екеуімен де тыйым салынады. 4-ші жауап. Так, мына машина тоқтап тұр, ештеңкесі жанып тұрған жоқ. Мүмкін ішінде ұйықтап жатқан шығар. Иә. Сіз не істейсіз дейді. Ештеңке істемеймін, жүре беремін да. Бірінші болып жүре беремін. Емін еркін. Иә. Бірдеңесін жарқылдатып тұрса, онда болмайды. Онда жол береміз, иә. Кез келген жолда, егер осындай ортада бір бағана тұр ғой, кез келген кедергі тұрса, оны оң жағынан айланып өту керек деген ереже бар. Былай қарай жүруге болмайды, мына жақпен ғана жүру керек. Яғни траектория 2-мен жүру керек. Негізі маған ұнамайды 1-2 деп жазған. А, Б деп жазу керек еді, әріппен жазған дұрыс еді. Так, біз деген шеңберден шыққан кезде қайсы жол бұзды дейді, ережені бұзды дейді. Біз деген шеңберге кіргенде кез келген жолақпен кіре береміз, бірақ шеңберден шыққанда тек оң жақтан шығуымыз керек. КамАЗ дұрыс деп тұр. Мына машина дұрыс деп тұрған жоқ. Иә? Егер бұл былай қарай кетіп бара жатыр, мысалы үшін, КамАЗ тура кетіп бара жатса, дәл осы жерде соғылады бұл екі машина. Кім кінәлі болады? Мынау кінәлі болады. Өйткені шеңберден шыққанда оң жақтан ғана шығу керек. Сұрап тұрғаны кім ереже бұзды дейді? Жеңіл көлік бұзды. Жеңіл көлік жүргізушісі. КамАЗ емес па? Ой, әлі оққан жоқсыз ба? Маған бір айтқан нәрсемді. Мен соншама айтып жатырмын. Сізге сарт еткіздіңіз КамАЗ деп. КамАЗ оң жақпен келе жатыр емес па? В общем, сабаққа қатысу керек, тағы айтамын. Сабаққа қатыспайынша бұл сұрақтың ба. Мен сізге айттым ғой, бір лотерейный билет емес, просто угадывать ететін. Жаңа угадай мелодию деген бар ғой. Әйтеуір төбесінен дәл түсіп қалсақ жақсы деген сияқты. Жоқ, ондай емес қой. Бұл жерде біздің қауіпсіздігіміз, қолда тұрған қауіпсіздігіміз, сондықтан дұрыс. Осы Алматы қаласында кольцода авария көп болады. Бәрінің қатесі сондай. Ортасымен келеді да шығып кетем деп соғылып жатады да. Сондықтан абай болу керек кольцода. Оң жағымен келу керек па сонда? Оң жақпен шығып кету керек. Кірген кезде бәрібір қай жақпен кірсеңіз де. Шыққанда оң жақпен шығып кету керек. Жақсы, есімде сақтаймын. Иә, осы жағдайда сіздің әрекетіңіз. Мына белгі айтып тұр. Мына жер деген шұғыл қауіпті бұрылыс дейді. Осындай жерде сіз поворот жағасыз ба, жақпайсыз ба? Жағам. Не үшін? Қараңыз, бұл да тақырып жаңа 8-ші тақырып. Біз поворотты жағу үшін біз бір маневр жасауымыз керек. Маневр деген не? Тоқтау, қозғалу, жолақтан жолаққа ауысу, бір көшеден бір көшеге ауысу. Мына жерде қарасаңыз, келетқан жолымыз бір, жолағымыз сол. Ешқандай жолақты да ауыстырып жатқан жоқпыз, тоқтап жатқан жоқпыз, жолымызды да ауыстырып жатқан жоқпыз, сол келетқан жолымыз сол. Яғни біз поворот жақпаймыз. Талап етілмейді дейді. 3-ші жауап па? Екінші.
көрсетілген жерлердің қайсысына сізді аялдауға рұқсат етеді дейді. Енді бұл жерде рұқсат беріп тұрған бұл бір бағыттағы жол екен. Сондықтан 1 мен 2-ге болады. Мынаған болмайды, себебі слишком жақын тұр. 5 метр жақындауға болмайды мына жол. Жолаушылар жолағына ма? Өйткені адам өтіп бара жатса, артынан келе жатқан машина адамды көрмей қалады. Сондықтан 5 метр алыс тұру керек мына машинаға. Ал енді мына өтпенің ар жағына тоқтай беруге болады бірден. Мына жерде тем более бір бағыттағы жол дейді, қарама қарсы машина жоқ, екеуі де дұрыс тұр. Егер мына белгі жоқ болса, онда мына машина да ары қарай барып тоқтайтын еді. 5 метр. Ең бастысы бұл жерде машинаның көзін байламау. Сол ғой мәселе. Бұл жерде байлап тұрған мынау. Екеуі байлап тұрған жоқ, өйткені жолдың ар жағында тұр ғой. То есть зебраның ар жағында тұр. Түсінесіз ғой, иә? Сондықтан қайсысы дұрыс? Бірінші мен екінші дұрыс, үшіншінікі қате ма? Сіз жүргізуші ретінде қазір ойлаңызшы, қай көлік сіздің көзіңізді жауып тұр? Мысалы, адам кішкентай бала жүгіріп келе жатыр, сіз көрмейсіз. Қай машина сізді көзіңізді көлік жауып тұр? Қайсысы, мынау ма? Мынау. Иә. Яғни логиканы кішкене қоссаңыз, яғни мына машина дұрыс тұрған жоқ, мына екеуі дұрыс тұр. 1 және 2 дұрыс тұр. Ана жолақтан кейін жолаққа дейін 5 метр жақындауға болмайды. Немесе асып барып тоқтау керек. Короче, мына зебраны жауға болмайды. Иә, жақсы, енді есімде қалады. Ары қарай кеттік. Егер жол жиегінің ені жүріс бөлігінен түсу үшін жеткілікті болса, мына жерге тоқтауға болады. Бұл енді қаланың сыртында, егер мынандай белгі тұрса, басты жол деген. Жолдың шетіне тоқтауға болады, егер топырақ жол болса. Егер топырақ жол жоқ болса, онда мына машина жүретін жолдың үстіне тоқтауға болмайды. Дәл мына жерде ол асфальттың сыртына шығып тоқтап тұр. Сондықтан рұқсат етіледі деп қоямыз. Мынау қаланың ішінде 2-ақ жолақта мына жерге тоқтауға бола ма дейді. Иә, болады. Тек 2-ақ жолақ болса. Егер одан көп болса, мына жаққа тұруға болмайды. Тек бір бағыттағы жол болса болады. Мына жер 2 бағыттағы жол. Көріп тұрсыз ғой, ешқандай знак жоқ. Значит, бұл 2 бағыттағы жол. Мына машина қарама қарсы бағытқа барып тоқтап тұр. Бола береді. Так, мынаны біз жауап бергеніміз есіңізде болар, иә? Біз кері айланған кезде міндетті түрде мына соңғы жолақтан айлануымыз керек. Мына екеуі де дұрыс емес. Мына жерден де болмайды. Мен көремін, кейбір автобустар, мына ұзын гармошкалар өсіп айланып жатады. Болмайды. Ереже бұзуға болмайды олай. Екеуі де болмайды деп жауап береміз. И тексерек. Бір қате дейді. Не қылған қате екен көрейік.